başlar, görüyormuşum toy baslar. Oy degende beyle gel, dolaydı kuğu baslar. Alkılar ileri. Balalar, қазір biz sizlerмен mınaday psixologiyалық ahval жүрgізіп алайық. Men qanday balamın? Halil, men bilimli ustazbın. Al sen qandaysın? Men anşımın. Men kimya pənining muğallimin. Al siz qandaysız? Men sənətçimən. Men bilimli balamın. Өткенді есімізге түсіріп алайық. Жаңағы екі таңбалы сандарды біз бір таңбалы сандарға бөлуді меңгерген болатынбыз. Қазір біз сендермен ой қозғалт әдісі арқылы алдарыңызда жаңағы жұмыртқаның каркасы тұр, иә? Оның ішінде бізде жаңағы нелер бар екен? Ал хормен айтайықшы. Фасоль бар екен, иә? Ал енді балалар, ол фасольді кәне біз санайық. Санап шығайық, қанша бар екен? Қанша? Менің қолымда 20 фасол бар. Мен оны бір-бірден 4 яшыққа жаратамын. Сонда менің бөліндінің мәні менде 5 шығады. Бізде Жанайым жақсы орындады, Малика жақсы орындады, Нұрәлі де шықты бізде есебін дұрыс нәтиже. Айсұлтанда қолға сабын алды, төлі суға салды, жол төлі жиі, ақ көйлекке алды. Жасыл қызыл ағын, қолда мәңгі бәрін, жуылған біләйін, қолда тұрсын сабын. Оқушылар, тәжірибе бөлімін бастайық. Барлығымыздың алдымызда бөлу амалын орындайтын сандар тұр. Көрдіңіздер ме? Иә, мынандай. Тұр, иә? Әркімде сан бөлу. Ең бөлу амалын білу үшін мында бізде цилиндр бар, цилиндрде сандар бар. Соған енді бөлу амалын бастайық. Ал барлығымыз бастайық. Алдық па? Иә. Келесі енді. Келесі дұрысымызға құя бастайық. Екі қолмен жұмыс жасайық. Өтеді. Келесін бастайық. Мен тәжірибе арқылы 37-ні 8-ге бөліп, менде 4 шықты, ал қалдығы 5 болды. Бізде мына жігіттер 20 қысқыш бар, иә? Осы 20 қысқышта маған 4-ке бөліп берші. 1, 2, 3, 4, 5. 20-ны 4-ке бөлгенде 5 шығады. Ал оқушылар, бүгінгі сабақ бізге ұнады ма? Егер ұнаған болса, өз рефлексиямызды осы бұлт пен күн арқылы қолымыздағы жүрекшемен белгілейміз.
Ага,